Әйтеуір дегенде ыдыстардың бәрін жуып болдым. Ё-моё. Фу, шаш деген майланып кетіпті ғой, плотно. Ё-моё. На, порядкқа келтіру керек қой, ё-моё, кеттік. Теперь нормально, да? Думаю, нормально. Хей достар, барыңа сәлем, мен бүгіннен Бек Сұлтан. Достар, бүгін бізде қайтадан керемет влог басталуда. Біз 2 жылдан кейін қайта мектепке оралдық. Енді Алла жазса ертең тағы да мектепке барамыз. Бүгін мен уже бірінші күн барып келдім, бірақ та бірінші күнді сіздерге түсірмедім. Чтоб мектепте кішкене өзім үйреніп алайын деп. Ертең сіздерге арнап өте ұзақ, өте қызықты влог түсіремін. Мектептің жағдайы қандай сабақтар өтіп жатырмыз, мектепте қандай қызықтар болады, соның барлығын сіздерге арнап түсіретін боламын. Сіздер лайктарыңызды басып арнаға жазып отырыңыздар. Содан кейін ары қарай влогымызды керемет қылып жалғастырамыз. Ендеше давайте достар, көп сөйлемей қояйын, видеомызды тезірек бастайық, кеттік. Ал ендеше біз дәл қазір алмамызды жеп, үй жұмысын жасайтын боламыз. Бірінші күн болса да бізге үй жұмысын өкіртіп берді апалар. Так, достар, маған Али звондап отыр. Алло. Чё там, Али, не болды? Алгебра. Алгебра үй жұмысын бірге жасаймыз ба? Ах ты хитрый пидор! Сен ақша английский вообще оны? Кәзік, давай бастайық. Подписчиктерге бір сәлем жолдап қой. Влог түсіріп отырмын. Серьезно? Сәлем достар, қалайсыңдар? Все. Тіркеліп кетіңіздер Бек Сұлтан каналына. Достар, дұрыс еді, дәл тіркеліп кетіңіздер, себебі сіздер үшін дәл қазір керемет влог бастап жатырмыз. Лайктарыңызды басып арнаға жазылып. Достар, все, біз үй жұмысын жасап болдық. Алимен мінекей. No, God! Помышқа мінекей. No, God, please, no! Алимен сөйлесіп отқанбыз мінекей. No! Уже 15 минут сөйлесіп отырық. В общем, барлығы мінекей, чеге, бүгей болды. No! Так, достар, мен үйден шықтым. Мына жақта бананкамның ішіне маска, телефон, ақша кіріп бәрін салып алдым. Қолымда камерам бар. Велосипедімді босаттым. Үйжен, машинам десең. Қазір великпен жүреміз, туда-суда қалады движня, қазір далаға шығып кішкене велик дейміз, по городу жүреміз, жұрттан қыздарихи, қалада сөндірді қойып. Содан кейін біз деген маған наушник алу керек. Әйтпесе мен наушниктен бәрі істемей қалды. Наушникпен ән тыңдау деген кайф қой, сөздің қысқасы наушник сатып алу керек. Ендеше достар, кеттік, шығайық далаға. Так, достар, далаға шықтым, қасымда жаңа велосипед. Қазір біз Магнумға барамыз, мен наушник аламын енді өзіме. Өзім қызыл қасқырымда, әне Магнум. Все, достар, Магнумнан шықтық. Базар әнет 3000 теңге зор болды Магнуммен. 3000 теңгеге наушник алдым енді. Енді осы наушник 1-2 аптаның ішінде қайтып істемей қалса, ё-моё, білмеймін не істейтінді. Қазір енді мына жақ Магнумның арт жағы жаман әдемі кішкене негізі. Что-то мына жақтан бір үй алу керек болып тұр, ау деймін ақшадан. Десең, қазір енді достар, наушник алдық. Қазір жай великпен жүреміз. Астананың салқын керемет қалада серуендеп. Достар, отырамыз. Міне сіздерге салон көрсетейін. Қазір мініп алдым. Міне салоны. Енді мынау жаңағы бипылдататын сигналы, мынау өзі фонариктары, дальний бәрі бар. Мына скоростьтар, механика ғой енді жалпы айтқанда. Енді қазір достар, мына жақта сіздерге керемет дрифттар көрсетіп боламыз. Базар нет? Да, это жестко. Так, друзья. Что там, достар, жесткий дрифт кетті ме? Егер дрифт ұнамаса, лайктарыңызды басып отырыңдар. Біз ары қарай влогымызды жалғастырамыз. Кеттік. Так, достар, біз уже Сауран жаққа келдік. Сауран жақта жүрміз. Страшный гонкалармен әйтеуір жеттік. Міне, мектепке келдік. Қазір білмеймін, жай жүрік. Не істеп жүргенімізді өзіміз білмейміз. Торларды аралап, таныс көрсе амандасып сөйлесіп жүргендей.
Дала керемет болып тұр. Андай суық та емес, ыстық та емес. Әдемі болып тұр, короче. Ал біз мына Қызылғашқармен жолдарға қарасайшы. Ужас жолдар, Астананың жолдары ужас. 2000 years later. Достар, бір поляға келіп, бір кішкене волейбол ойнадық енді. Жай ма, папасан деген сияқты. Жігіттерлер мына жақта футбол ойнайды жатыр, жаңғырғас. Мен ойнамаймын енді Максиммен. Біречкалар бәрі жүргенді. Ана біречке келетір, амандасайын деп. Қалайсың не? Нариман. Мына біречке келетір, Димаш деген. Все, қазір, короче. Енді жаңғыр футбол ойнайды енді. Көреміз. Мен бірақ ойнамайын. Я вот смотрю на зеркало и вот думаю, вот что за красавчик. Дейсің, Достар, короче, мен үйге келдім, қазір енді жатып демаламын. Сосын ертең ары қарай блог жалғастырамын. Блог сендердің атсы лайктарына басып барына жазылып отыр. Достар, бағана сатып алған наушникті кішігірім сіздерге обзор көрсетіп кетейін. 3 мың теңгеге кетті, 3 мыңнан алдым. Мынандай енді бір қолмен ашамыз. Мынандай нәрселермен екен. Кеш. Жарайды енді достар, нормально. 3 мың теңге кетті. Енді осының наушнигін жарайды, нормально. Ладно, и так сойдет. Мен болды қазір телефон шыққым, ән тыңдап жатам, сериал көрем, фильм көрем, содан кейін ұйықтайтын болам. Таңертең ары қарай блог жалғастырам. Как обычно, мен үшін бір 10 сағаттай өтеді, сіздер үшін тек қана жай ғана бір переход бүйтіп қана. Дайте достар, мен ұйықтайын әйтпесе жосқа шашып тұрмын. Таңертең еще таңғы 6:50 тұрмын керек. Елки-палки. Все, давайте. Қайырлы достар. Мен ұйықтап тұрдым. 6:53 кетті. Так, достар, қайырлы таң. Мен все шықтым, жуынып алып, үйде жанып сұраман, быт болдым, ұйқым келді. Мына даладағы суық салқын жел мені боятып жүрді кәдімгідей. Жолда өткен әрбір адам қарап өтеді. Дала бүгін әжептәуір салқын, кешеге қарағанда. Мынандай ветровка деген русский болдық, жемпір кофта. Қазір мектепке жаяу барадық. 10-15 минутта жетіп қаламыз. Бірінші сабақ алгебра. Алгебрада түсіре аламын ба білмеймін, енді көреміз ғой. Ал енді кеттік. Что-то күн шығып бір жылынайын деп жатыр ма, бір белгі беріп жатыр. Әйтпесе болмайды мынау, суып кетті ғой. Что-то өзім шығып бір жылтып жайым. Қазір енді мектепке жетуге бір 5 минут қалды. Қазір мынандай Ержанбек көшесіне келе жатырмыз. Мына жақ әдемі болып қалып, твай. Так, достар, все, біз келіп қалдық. Мектептегі адам ужас қой, ужас. Қазір кіргеннен кейін ары қарай істеліп. Так, достар, мектепке кірдік. Абай базары нету. Базары зиру. Мына достар, мектептің іші. Енді нормально болады. Біз мына жақта оқимыз. Келіп жүрмеңдер, направо. Қазір достар, енді мен сұрамаймын. Алгебрада. Плоская отписка. Мына жақта. Актуй сал мына жақта. Кеттік. Достар, короче, алгебра бітті. Алгебрада мен нифига сұрамадым. Қазір физика болады. Ма? Ты что-то Али түсірем дейді бір нәрсе. Ма? Түсірер? Смело. Так, микрофон мынау, иә. Достар, физика бітті. Шынамарлан қалайсың? Қалай өтті физика? Физика естер қиын болды, енді шығардық енді. Доказать етіп кәдімгідей. Сіздерге актуй залды көрсетіп кетейін мектептегі. Міне. Іші дәу кәдімгідей. Ағай жүр. Әне, Али жүр. Жүр, Али бір нәрсе түсірем дейді достар сіздерге әне. Достар, чөзі, короче, әділ. Bir нәрсе етем дейді сіздерге әне. Әділет. Қай сабағын айт саған? Что-то камерадан ұялады да. Ума, так-то бүкілін сүресің ғой. А так-то мектепте смело. Анда Рош. Бека өзіме-өзі қуатыр, кринж деп. Оған бірақ аса мән бермеңіздер. Ол күн сайын сондай ұстан өділет. Оны қара бала деп танылды сол. Қара бала деп. Шаймаш. Достар, Бека өзінше. Бека өзінше. 10 минуттық кішкен демалуға тәтті шашып кетіп, физика жаңа есіп шығарып.
Қарнашып кетті ғой да. Бекер сүймеңдер. Достар бекер сүймеңдер. Қарнашса мен жеп қоймын. Қазір біздің просто плотно ішіміз пісіп жатыр и плотно қудыртып жатыр мына жігіттер, потому что енді кішкене болсын көңіл көтерейік деп, әйтпесе мектепте натуре мектепте шаршап кетесің, ә? Шаршап кеттім, қарны ашып кетті ғой. Сіздерге достар обзор актовый залдағы кабинет көрсетем. Базара не? Мына кабинеттің аты ше. Әдемі ғой. Абу Насыр Әл-Фараби. Есіктің әдемілігін қараңыздар. Біздің мектеп деген ой мықты ғой, ә? Но это не точно. Так, достар, біз қазір сыныпта отырдық. Сабақ өтті. Сабақ қазір бүтуіне бір 3 минуттай алған сияқты. Қазір қоңырау соғады. Содан кейін бір сюрприз болады. 3 минут. Дәл айттым. География кітабын сала береміз сыныптағанда. Достар, мынау тамақ жерге қойып алмайды. Жәнде қазір орыс тілі. Бека қорқып жатыр. Да? Достар, біздің орыс тіл мұғалім Бексұлтаннан имя числительное қазақша қалай деп сұраған ғой. Бексұлтан, не алдың сен? Сандық деді. Сан есім деп айтайын деген сандық деп қалдым. Ол сан есімде сөз білмеді, өтірік айтады. Короче, байқамай сандық деп қалдым. Апай соны сұмдық деп ойлап қалды да, сосын анда прикол садыр деп ойлап қалды, короче. Сынып түгелмей күлді ол. Бекаға обал болды да. Сан есім деп айтайын деп сандық деп қалдым ғой, короче. Ну, сандық типа числительное, вот типа вот порядковое сандық типа сандықта сандық сапалық. Мен сандық деп айтып қалдым. В общем, достар, қазір перемен соғады, содан кейін біз актовый залға барамыз. Орыс тіл бітті, достар. Нормально етті, базар жоқ, үй жұмысын айтып қатты положено. Достар, мен үй жұмысын жасадым. Короче, достар, мынандай ситуация болды ғой. Али базар емес, бәрін әдемі қылып жасап берді да. Алиден сұрамады да, қолын көтеріп жатыр. Мен қолымды көтермесем де менен сұрады да. Мен айтып тастаған сол, короче. Бауырым, не везет болса, до свидания, короче. Ешпен көңілін түсірмейді бір үй жұмысқа алуға. Енді Али что-то пианино ойнайын дейді. Что ойнамай қой, керек ме дейді, ойнайын дейді. Давай енді көр. Достар, мен актовый зал беу жоспарда сахна. Сахнадан бит қандай екенін сіздерге көрсетейін. Міне достар, сахнаға шықтым. Сахнадан бит осындай. Ема, қазір қараңғы болып тұр, свет қосқанда жарық болады. Осындай лестница. Али ойнайсың ба? Олай емес. Достар, Бека қуат. Мә, молодец. Базар ойнайды. Так, достар. педорганизатор болып келген мынау Қуаң ағай бар ғой. А. Сол кісі сағатта ауысып отырғанына байланысты мен енді педорганизатор боламын. Так, достар, Али ойнады. Енді ағай ойнайын деді. Мә. О, шатып кеттім. Вот, понимаю. Молодец, Али, нормально. Лайк, достар, лайк. Қалай? Жақсы ойнап отырмын. Кайф қой. Достар, бізде сабақ бітті. Енді Бека. Енді кім жабады ол өздерің білесіңдер, иә? Жақсы ауыз. Сабақ бітті. Үйге барамыз, демаламыз. Друзья, теперь не я блогер, а Али блогер. Бүгіннен бастап бұл енді менің каналым. Сказочный долбоёб. Так, достар, короче. А? Сәлем достар, сабақ бітті, не болғанын білді. Так, достар, короче, осымен блог аяқталады. Мектепте енді көп түсірмадым, мен көбірек Али түсірді ғой. Блогын алмаса лайктарын басып арнаға жазылып отырыңдар. Сіздермен болған мен Бексұлтан, Әділ, Жаңа. Давай, Әділ. Ендеше біз үйге қайттық. Давайте. Пока.